만개교 살인가? жерде бізде жазылып тұр m куб қосылған 6n квадрат, соның сыртында квадрат бар, минус 6n квадрат минус m куб квадрат дейді. Осыны біз өрнекті ықшамдауымыз керек. Сонда мынаны жақшаны бірінші ашып аламыз. Осы формулаға салып, мына формулаға салып ашып аламыз. Сол кезде бізде не зат пайда болады десек, так түсінікті болсын, мына жақшаларды қайтадан саламыз. Енді мынау дәрежелері квадраттағанда 2 есе көбейіп кетеді ғой. Мысалы білетініміздей бір санның дәрежесі көбейткенде ол дәрежелер қосылып кетеді. Сол ереже бойынша міне жазамыз. m-нің 6 дәрежесі так, m-нің 6 дәрежесі қосылған мына формулада міне 2 еселенген m куб көбейтілген 6n квадрат. Мына жаққа жалғастырайық. 6n квадрат дейді. Қосылған, сосын не мынау бар, b-нің квадраты, 6n-нің квадраты, ол бізде 36n-нің 4 дәрежесі. Енді жақшаны жабамыз. Сосын минус, міне мына минус. Жақшаның ішінде сосын мынаны ашамыз енді. Так, мына формулада a-нің квадраты, a бізде ол 6n. Онда болады 36n-нің 4 дәрежесі. Сосын мына жерде минус тұрғасы, минус дейміз. 2 еселенген 6n квадрат көбейтілген m куб болады. Содан кейін қосылған m-нің 6 дәрежесі тең. Енді жақшаны мынаны көбейтіп шығайық, ықшамдап шығайық. Сонда m-нің 6 дәрежесі қосылған. Так, 12 не мынау 2 мен 6 көбейеді, сонда 12 болады. 12 m куб n квадрат болады. Қосылған 36 n-нің 4 дәрежесі. Енді мына жақшаны ашқанда мына теріс таңбаларға өзгеріп шығады. Минус 36 n-нің 4 дәрежесі плюс 12 m куб n квадрат минус m-нің 6 дәрежесін қысқаратындарды таба аламыз. Дәрежесі теріс болған соң мынау қысқарады. Мына екеуінің алдындағы плюс и минус болғасын теріс болып тұр. Барды қысқарып кетеді, сонда бізбен мынау қалады. Енді осы екеуін қосып жіберсек, мына алдыңғы сандар ғана қосылады. Көбейту болғанда ғана бір-біріне көбейеді да, сосын дәрежелер қосылады. Мына жерде қосу болып тұрса, только мына алдындағы коэффициенттер қосылады, мыналар артындағылар осылай тұра береді. Түсінікті деп ойлаймын. Так, сонда 24 m куб n квадрат болады. Не мына бірінші есептің шешуі, ал біз екінші есепке көшеміз. Кеттік. Бірінші есептің екіншісі. Бұл жерде бізде x квадрат минус 7y-дің кубының квадраты дейді. Қосылған x-дің квадраты қосылған 7y-дің кубы соның квадраты дейді. Тең болады. Енді осыны манағыдай жақтан ашып шығамыз. Ашып шықсақ, x квадраттың квадраты, ол x-дің 4 дәрежесі минус дейміз, өйткені жер минус, сразу мана формулаға саламыз. 2 еселенген болғанда мына жерде 7-ні 2 өте 14x квадрат y-дің 3 дәрежесі болады. Так, сосын қосылған мынаның квадраты бізде 49 y-дің 6 дәрежесі. Қосылған мынаны ашамыз енді. x-ның 4 дәрежесі қосылған. Так, қосылған 14x x 2 дәрежесі ма, 3 дәрежесі болады. Так, қосылған 49 y-дің 6 дәрежесі тең. Енді дәрежелер терістерді қысқартып шығамыз. Мынау қысқарады. Так, болды.
кендеше мына екеуі бірдей, осы екеуі қосамыз. Сонда 2x манағыдай қосылғандықтан алдында коэффициенттер қосылады. Сол кезде 2x-тің 8 дәрежесі қосылған мынау қосылса 98-дің y-дің 6 дәрежесі болады. Мынау екінші есептің жауабы. Үшінші есеп шығарамыз. Кеттік. Жалғастырамыз. Үшіншісін шығарамыз. Үшіншісі 35/1-дің үшіншісі. Бұл жерде бізде 9z қосылған 2x-дің 4 дәрежесінің квадраты дейді. Азайтылған 2x минус 9z-дің квадраты дейді. Енді осыны жақсаны ашамыз. Енді осының квадраты бізде, оның квадраты ол 81z квадрат болады. 81z квадрат қосылған бірден көбейтіп жіберсем 18, 36, 30 36zx-дің 4 дәрежесі болады. zx-дің 4 дәрежесі. Ендігіде осыдан кейін екіншіден қосылған мынаның квадраты бізде 4x-дің 8 дәрежесі. Біз бірінші жақшамызды ашып болдық. Шатасып кетпеш. Мынаны бірден ашып жіберейік. 2x-ның квадраты 4x квадрат болады. Ол минус 4x квадрат болып ашылады. Сосын таңбасы өзгеріп кетеді. 2 еселенген 36zx-дің 4 дәрежесі болады. Сосын қосылған мынаның квадраты бізде 81z квадрат. Енді тең дейміз де мынаны бүкілін қосып шығамыз. Қысқаратындар қысқарып кетеді. Бізде мынау мен мынау қысқарады. Қараңыздар. Мынау мен мынау қысқарады. Осымен болды. Сонда 162z-дің квадраты болады. 81 қосылғанда. Қосылған 72zx-дің 4 дәрежесі болады. Мынау 36 мен 36 қосылған. Мынау бізде 35/1-дің үшіншісінің жауабы былай болады. Жалғастырамыз. Кеттік. Төртіншісін шығарамыз. Төртіншісінде бізде не дейді? Төртіншісі. Бұл жерде бізде 5a кубтың азайтылған 4b-ның квадраты дейді. Квадраты. Қосылған x-дің квадраты қосылған 7y-дің кубының 2 дәрежесі. Енді мана формула салып жақшаны ашсақ, бізде 5-дің квадраты ол бізде 25a-ның 6 дәрежесі. Азайтылған 2 еселенген көбейтіп жіберсек 40a куб болады. Қосылған 16b квадрат болады. Өйткені мынаның квадраты ол бізде 16b квадрат болады. Және де формула бойынша мынау всегда плюс болып тұрады. Соңында b-ның квадраты ол всегда плюс болып жазылады. Өйткені квадрат жұп болғасын ол деген әрдайым қосылу белгісімен жазылады. Қосамыз, мынаны жақсасын ашамыз. Мұны жақсасын ашқанда x-дің 4 дәрежесі қосылған 14 x 4 дәрежесі қосылған shit, шатасып кеттім.
қосылған тең бізде 25 аның 6 дәрежесі азайтылған 20-ны тағы 2 еселенген болса минус 40 а куб болады. Қосылған мынаның квадраты бізде қосылған 16 б квадрат болады. Енді мынаның жақсасын ашсақ қосылған мынаның квадраты қайта 16 б квадрат. Так, қосылған 4 б-ны 5 аға көйтсек 20 б болады. Соның 2 еселенгені бізде 40 а болады. Так, а куб болады. Қосылған 25 аның 6 дәрежесі тең. Енді бізде мынау мен мынау қысқарып кетеді. Мынау 40 пен мынау 40 қысқарып кетеді. Сонда мына 25 а мен мына 25 а қосылады. Сонда 50 аның 6 дәрежесі қосылған 32 бұның 2 дәрежесі болады. Мен біз 35-те бірінші есеп шығарып болдық. Бәріңізге рахмет, сау болыңыздар. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright.